Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақты бастайық. Сабағымыздың тақырыбы есептеу және қорытындылау. Жақсы балалар, бірінші тапсырмада бізге өрнектер берген, 5 өрнек. Солардың мәнін табамыз және астында жауаптар тұр оқушылар. Біз сонымен балалардың қайсысы театрдағы қандай қойылымды ұнататынын білеміз. Мысалы, бірінші балет театры. Балет театры табу үшін бірінші жақшаны орындаймыз. Жақшаның ішінде 3 шығады. 3 пен 7-нің көбейтіндісі 21. Бұл жерде Сәуле балет театрына барған жақсы көреді. Ал Балжан драма театрына, Жазира опера театрына барғанды жақсы көреді. Енді бізге екінші тапсырма күрделі теңдеулер берген. Күрделі теңдеуді әуелі қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Біріншісінде x пен 3-тің көбейтіндісі тең 1000 мен 340-тың айырмасына. X көбейту 3 тең болады 660-ға. 660 пен 3-тің бөліндісі 220-ға тең. Орнына қойып тексереміз. Екіншісінде бөлінгіш белгісіз. Бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. Яғни 2 мен 40-ты көбейтеміз. Сол кезде бөлінгіш бізде 80 шығады балалар. Балалар бізге 4-ші есепте мәтін есеп берген. Мен оқимын. 31-ші бетке қараймыз оқулықтағы. Біздің мектептің 485 оқушысы театрға барды. Соның ішінде қуыршақ театрына 130 оқушы барса, опера және балет театрына одан 2 есе артық оқушы барды. Қалғандары драма театрындағы қойылымды көрді. Драма театрына қанша оқушы барды? Есепте бізге оқушылар барлығы белгілі. Барлығы театрға барған оқушының саны 485. Соның ішінде қуыршақ театрына барған балалардың саны 130. Опера және балет театрына барған оқушылар қуыршақ театрына қарағанда 2 есе артық. Ал қалғаны драма театрға барған. Қалғанын табу үшін барлығынан азайтамыз. Демек, 95 оқушы драма театрына барды. Енді келесі 5-ші тапсырмаға қараймыз балалар. Онда бізге қысқаша шарты берген, соған қарап отырып, біз есеп құрастыруымыз керек. Мына есепте балалар бізге барлығы белгілі, барлығы 810 береді. Бірінші күні белгілі 160 береді. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 есе артық. Сосын үшінші күнді табуымыз керек. Енді балалармен былай шығатынын қарайық. Айдос барлығы 810 билет сатуы керек. Ол бірінші күні 160 билет сатты. Ал екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 есе артық билетті сатты. Қалған билеттерді үшінші күні сатты. Сұрақ: Айдос үшінші күні қанша билет сатты? Біз әуелі бұл жерде балалар екінші күні қанша билет сатты соны тауып алайық. Соны табу үшін 130-ды 2-ге көбейтеміз. Сонда Айдос бірінші күні 160 билет, екінші күні 320 билет сатқан. Ал оның қолында барлығы 810 билет бар. Жауабы: Айдос үшінші күні 330 билет сатты. Әсінде дәл солай балалар. Бірінші кітапта 345, екінші кітапта оған қарағанда 2 есе кем. Демек, бұл жерде бөлеміз балалар. 340-ты бөлеміз 2-ге 170 шығады. Сонда қайсысы артық және қанша артық екен табу үшін азайтамыз. Келесі бізде соңғы есеп, 8-ші есеп, бұл күрделі теңдеу. Күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдыру арқылы шығарамыз. Не бұл соңғысы? А мен 45-тің айырмасы тең 389 бен 254-тің айырмасына. А азайтылған 45 тең болады 135. А тең болады 135 пен 45-тің қосындысы. Бұл жерде белгісіз сан 180. Орнына қойып тексереміз балалар. 180 мен 45-тің айырмасы тең 389 бен 254-тің айырмасына. Сабақ балалар сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Каналға жазылуды ұмытпаймыз күнде айтып өтетіндей. Сонымен қатар міне мен сіздерге енді Instagram парақшамды шығарып қойдым, белгілеп қойдым. Жазылып қойсаңыздар болады, қарасаңыздар болады. Сау болыңыздар балалар.